Самсаны енді осылай жасап көруге кеңес беремін. Ортасына ешқандай сары майды жағып отырудың қажеті жоқ. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ұнымызға дәміне қарай аз ғана тұз, зәйтүн майы, бір жұмыртқа және де бөлме температурасында тұрған сүт, су қосып, жұмсақтау қамыр елеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырды теңде 2 бөлікке бөліп 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Жақсылап тынған қамырымызды жұқалап, түп дөңгелек етіп, жайып дайындап аламыз. Және де жайылған қамырды осы видеода көрсетілгендей етіп формаға келтіріп аламыз. Қамырды формаға келтіріп алғаннан соң ортасына салмасын саламыз. Менде салмасына тартылған ет, картошка, пияз және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып жақсылап араластырып дайындап алдым. Сіздер кез келген салмамен жасасаңыздар болады. Салмасын салып болғаннан соң видеодағыдай қамырымыздың бетін жауып шығамыз және де қолымызбен осылай формасын шығарып, пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Өте оңай және де тез арада дайын болады. Барлығын жасап болғаннан соң пергамент қағаз төселген формамызға салып, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаларыңызға рахмет.